бір жасағаннан кейін қайта жасағыңыз келе беретін, жасалынуы тез, желінуі одан да тез, өте дәмді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін біз 4 жұмыртқаны миксермен қант қосып, ақ масса болғанша араластырамыз. Осы массамыздың үстінен сүт қосып, үстінен шемішкі майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы массамыздың үстінен електен өткен ұн мен какаоны біріктіріп, үстінен қопсытқыш қосып, жәймендеп, бөліп араластырамыз. Қасықтың көмегімен осылай етіп, астынан үстіге қаратай осылай қозғап, массамыз отырып қалмау керек, әдемілеп, жәймендеп осылай араластырамыз. Онды бөліп саламыз, бірден салмаймыз. Міне, бізде осындай шоколадный қамыр дайын болады. Дайын қамырымызды осындай формаға құямыз. Менің формам 28 сантиметр. Осылай бір келкі етіп салып аламыз. Енді салмасына кірісейік. Салмасына бізге сүзбе қажет болады. Бір жұмыртқа, қант қосып, кукурузный крахмал, міндетті түрде кукурузный крахмал болу керек. Картоптың крахмалы жарамайды. Осы үшеуін қосып араластырамыз бір келкі етіп. Менің осы жолғы сүзбем жұмсақ болды. Андай сүзбеңіз андай болады ғой, құрғақ түйіршіктер болса, миксердің көмегімен араластырсаңыз болады. Енді осы салмамызды мешокқа салып, осылай шетін қайшымен қиып, жаңағы пирогымыздың бетіне салуға дайындаймыз. Кондитерный мешок болмаса, осындай мешокпен салуға болады. Міне, дайын пирогтың бетіне әдемілейтін боламыз. Осы жолы тор көзетіп, осындай сетка қылып, әдемілеп шығамыз. Егер де менің рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп алыңыз. Астына комментарий жазып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Дайын болған пирогымызды 180 градусқа пешімізге 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан ол дайын болғанын қарап отырамыз. Міне, бізде осындай әдемі, жұмсақ үлпілдек, дәмі күшті пирог дайын болды. Кесіп, әдемілеп столға қоюыңызға болады. Рецепт ұнайса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.